Сәлеметсіңдер ме балалар? Иә балалар, біз өткенде бірінші сабағымызда ойыншықтар туралы, музыкалық қоржын туралы өткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымызды сол ойыншықтар тақырыбымен байланыстырып, ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып ойыншығыма арналған бесік жыр деп аталады. Иә, менің сүйкімді шәкірттерім, біз әуелі осы бесік жыры әнін тыңдап, мәтінімен танысып, содан кейін әуенімен танысып, осы әнді үйреніп алайық. Сәттілік. Бесік жыры. Әне балақай, кеш болды алақай, аспанда жұлдыз, қалқиды жаңа ай, қарашы балақай. Жұлдыздар жайнайды, жымыңдап ойнайды, тыныштық ойлайды, жата ғой балақай. Үнсіз таулар да, бақша да, баулар да, мүлгіген сенің күндізгі аулаңда, қарашы балақай. Әнші құстар да, түн болса ұшқан ба, бір мезет тыным табады құстар да, тынымсыз құстар да. Балақай, кеш болды алақай, аспанда жұлдыз, қалқиды жаңа ай, қарашы балақай. Жұлдыздар жайнайды, жымыңдап ойнайды, тыныштық ойлайды, жата ғой балақай. Үнсіз тауларда, бақшада, бауларда, мүлгіген сенің күндізгі аулаңда, қарашы балақай. Жұлдыздар жайнайды, жымыңдап ойнайды, тыныштық ойлайды, жата ғой балақай. Әнші құстарда, түн болса ұшқан ба, бір мезет тыным табады құстарда, тынымсыз құстарда. Жұлдыздар жайнайды, жымыңдап
қаламай, әлдиәнге мен салсам, өпем ұйықтап қаламай, әлди өпем ай. Сонымен бүгін сабағымызда баланы жұбатып ұйықтататын бесік жыры әнімен танысып, мәтінімен танысып, осы әнді әуенімен айтып үйрендік. Және де осы тақырыпқа байланысты музыкалық саяхатымызды аспаптық музыканы тыңдаумен жалғастырдық. Сабағымыздың ендігі бір кезеңінде видео роликті де тамашаладық. Енді міне бүгін сабағымыз соңына келді. Сендерге алдағы уақытқа сәттілік тілей отырып, бүгін сабағымды аяқтаймын. Сау болыңдар балалар.